Ассалаумалейкум көпшілік. Термоэлемент температураны өлшеуге арналған команда береді. Зеве эффектісіне негізделген термоөлшеуші арналған термосезімтал элемент. 1821 жылы Зеве эффектісін Т.И. Зевек деген кісі ашқан. Бұл жерде енді құрылғының басты бөлшектері бұл кабельдалады. Бұл жерде екі түрлі сым, сары және қызыл, олар кестеде арнайы көрсетіледі. Жалпы бұл құрылғы жөнінде көп зат айтуға болады. Жаңа орнатылатын жерге бекітілетін жері бұл. Астына каскет қояды, сол арқылы бекітіледі. Бұл жерден бұл жерде ең басты бұл құрылғыдағы жер осы мына ақты көріп тұрсыздар ғой. Терможүп деп айтады бұны. Терможүп дегеніміз яғни екі түрлі сымдардың дәнекерленіп не балқытылып тізбектей қосылған шала өткізгіштен тұрады. Бұл екі түрлі материалды біріктірілген. Және де бұл жерде сигнал беруге арналған құрылғы ғой енді. Сигналдардың қосылған жерін ыстық түйіспе дейді, горячий пайка. Ал өлшенетін жерін холодный пайка дейді. Қосымша не ақпарат болып кетсін. Және де бұл жерде жаңа кестеден қарап арнайы қарадым. Материал бұл жерде қолданылып тұрған хромель алюмиль деп аталады. Температурасына байланысты материалдарда өзгереді. Минус 270 пен плюс 1372 градус аралығында бұл жерде қолданылайын деп тұрған температура. Және де бұл терможүп жөнінде жалпы көп заттар айтуға болады. Түстері манағыдай арнайы таблицалар бар. Таблицадан қарадым. К шетелдік неге біздерше госстандарт ТХА деп белгіленіп тұр. Бұл ненің осы хромель алюмиль материалдар. Бұл жерде енді арнайы гранит жалғауға арналған жері, құрылысы. Қателесіп кетпесем 20С гранитпен жалғану керек. Және де сіздерге мына бетін ашып көрсетіп жіберейін. Мына келіп тұрған сымдарын. Бұл жерде сары түс, яғни плюс, және де қызыл түс минус болып есептеледі. Яғни кесте, арнайы кесте бар. Сол еуропалық және американдық деп бөлінеді. Сол жерде көрсетіледі қалай қайсысы плюс, қайсысы минус екендігі. Терможүп жөнінде жалпы көп зат айтуға болады. Назарларыңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да материалдар шығаратын боламыз. Біздің каналды қарай жүріңіз.